бүгін не деген жоқ. Одан кейін сабақ басталарда жылдан кейін қолданатын біздің қазақ үйдің керегесін, шаңырағын білеміз. Осының биіктігін, осының керегесінің радиусының қанша екенін сол ең көп ұпай жинаған бала ашады. Көрдіңіз ғой? Сонда біздің жауабымыздың арқасында яшып тұрған қазақ үйіміздің керегесінің радиусы қанша екенін қазір білеміз ғой, біз білмейміз. Дұрыс па? Ал енді табанынан шаңыраққа дейін қанша метр екенін біз білмейміз ғой. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деп айта берген тағы болмайды. Тәртібі осылай. Енді қазір топқа бөлу басталады. Топқа балалар міне енді өздері таңдаған түсті аласыңдар. Осы түстер арқылы басталады. Кім қандай түс алады? Алыңдар. Бұны кейін мына екі түс. Ал енді бірден мұны алған түсті құраңдар. Не шығар? Құраңдар. Ашыңдар. Сен түсін келмейді ғой, сен өз түсіңе бар. Қандай сөз шығады? Жоқ, аударыңдар. Вот бәрекелді, міне. Артынан сөз шығады. Топтың аты шығады. Вот бәрекелді, міне. Мекен дұрыстан деп жатыр. Бәрекелді, аудар. Яғни қандай топ шықты? Топтың аты жұмбақ арқылы табылып отыр. Бәрекелді. Құраңдар. Бәрекелді. Құраймыз. Қандай топ жазып шықты? Міне тапқыр тобы табылды. Яғни бірінші сөз қандай топ? Тапқыр тобын міне сендердің топтары. Қоржын міне. Осы қоржынға тастап отырасыңдар. Көрдіңдер ме? Енді арадан сабағымызды бастайық. Бірақ сіздерге сұрақ өткен тақырып бойынша отырыңдар болады. Таныңдар. Сендерде не деген сөз шықты? Шебер тобымен тап. Топ міне тұр, шебер ұмытпайсыңдар. Қандай топ? Шебер топ шықсын десеңдер, шыға бересіңдер. Енді балалар арада өткен тақырып бойынша бір-екі сұрақ кешегі белгіленген. Қатты ағаш, жұмсақ ағаш. Кім жауап береді? Жалпы. Кешесің. Пара қайда. Шығасы сол. Неге сақтап қойды? Неге сақтап қойды? Жоқ, ана қауіпсіз бекесі қоя сол. Бір-екі. Механикалық және ағаштың екі қасиеті бар. Ол механикалық және де физикалық. Механикалық қасиеттер беріктілік, қаттылық, деформация. Бұл жалғастырады кім бар? Міне, Нелейге бірден екі сұраққа жауап берді. Қоржындарына, тақыр тобына екі. Қағаз қойып қояған. Физикалық қасиетін кеп тұру, бір су сіңіргіштігі, ылғал тартқыштығы. Онда біз қолмен ағайын. Ал мында сүргілеу. Қорғаныс бөлігі бар, көріп тұрсыңдар, ар жағында тісі, яғни ағашты тіледі. Яғни бұл аралау әдісі дейміз. Механикалық өңдеу құралыс аймағына осы аралау жатыр. Енді бұрғылау біздің мына артында бұрғы ұстанып отырған. Енді мында бұрғылау электр. Электр қол болады. Онда машиналық дейді, яғни механикалық деп айтыла береді. Осыны естерге салыңдар. Келесі жону, сүргілеу. Енді екі түрі болғанда қолмен сүргілеу. Ағаштың бетін жонатмалар, тегіс қалдырды. Бірдей қалдырды. Астанопта ол енді біздің мектепте жоқ, сүргілеу ұстану. Тіл ұстану ғана бірге жүреді дейміз. Келесі қандай дейді? Фрезерлік дейді. Енді ағаштікі жоқ, темірдікі міне. Темірдің фрезерлік ұстануға алдымызда тұр балалар. Бұл ағаштың ішін ойып, мысалы біздің қазақ 9 бала бар ғой. Соның ішіндегі ойықтары бар ғой, қазандары. Соны қандай станокпен жона дегенбіз? Фрезерлік өңдеу станогымен. Яғни 4 тәсілмен таныстырып балалар. Енді міне жаңа айтқан. Алдарында тұрған. Аралау. Тәсілі сүргілеу. Тәсілі, яғни электр фуганов дейді.
Көрдіңіз бе? Көрдім. Ағаштың бетін тегіс қылдырып жүр. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі ағашпен байланысты. Міне мұнда қандай столап болады? Құластан. Бәрекелді міне мұнда. Бұл құластан, бұл ағашты тесіп біріктіру үшін. Мысалы столдың аяғын бәрін қыз алатын болсақ, көп жерде ағашпен жасалады. Жиһаздың өзі, үйдің өзі ағаштан, тостаған, ыдыс-аяқтың өзінің бәрі немен жасалады бұл? Ағашпен. Бәрекелді. Енді ағашты механикалық тәсілмен өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережесін тоқталып қойды. Бұл кім айтады? Еңбек бәріне байланысты айтады. Біреу ма? Еңбек жеткілікті сүйеді. Тағы. Еңбек мәттәпті жалқауынша айтады. Бәрі мен бір жерге әйдеттер таңдап отырып. Келесі еңбек туралы. Бәрекелді. Екі қойып тұрақтасайшы ма толқанға, шегір толға. Бар жетерге. Мектеп сенде бірден кетіп қойсайшы. Мақал бар ма біледі? Кез келген мақалды айтасыз. Орысша айт, Мекет. Орысша айтады, Мекет. По-русски не можно. Давай. Жарайды. Ары қарата жалғасып айта. Еңбектің наны тәтті. Бәрекелді. Өте керемет жақсы. Тағы. Жалғастыратын. Иә. Адам еткенде еңбек. Молодец. Еңбек туралы айтып. Ары қарата. Бар ма жауап беретін тағы еңбек туралы? Енді сабағымыз туралы айтып. Су, ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Бәрекелді. Өте мықты мына Мұхаммед айтады ғой. Міне. Ердәулеттің еңбек. Ердәулетті еңбек. Бұлай енді қатты бүйтпей оқып алып кетсеңдер. Жалпы бұлай. Бізде бар ғой 7 рет өлшеп. Білет келсін. Мен өзім тарапымнан мына шебер тобына группа жасап қоямын. Солар айтты. Басқа өйткені бұларда екі уақыт үшеуі. Сен үшеу отырып алсаңдар, сен мықты алды да жауап бересің. Тағы қандай бар? 7 рет өлшеп 1 рет кесті ғой. 8 қырлы бір. Кімге айтып отыр? Біздің осы еңбек бәрін айтты. Қолына 3 киімді жасаймын ба? Сондықтан біздің сабақ